Достар, салауаттың 200-ден аса пайдасы бар екенін білесіздер. Мен соның ішіндегі ең маңыздыларын мен жазып алдым. Сіздерге қазір айтам, тыңдаңыздар. Біріншісі, жүректің тазаруы, яғни Аллаға жақындауға себеп болады. Екіншіден, дұға қабыл болады. Яғни қалай? Салауат айтасыздар, дұға тілейсіздер, салауат айтасыздар. Формуласы осы. Үшіншіден, күнәлар кешіріледі. Бір салауат айтқан кезде адамның 10 күнәсі кешіріліп, 10 дәреже жоғарылайды. Одан кейін көре алмаушылықтан сақтайды. Орысша айтқанда зависть. Одан кейін тревожность кетеді, яғни уайым, үнемі уайымдап жүретін адамдар салауатты көп айту қажет. Одан кейін проблемалар шешіледі. Сосын қажеттілік орын алып, ризық есіктері ашылады, яғни адамның ризық несібесі артады. Одан кейін пайғамбарымызға жақындау, яғни саллаллаху алейхи вассаламға жақындауға себеп болады салауат. Тіпті ақырет күні салауат айтқан адамдарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі таниды деген хадистерде бар. Одан кейін адамның жүзі нұрланады, жүрегі де нұрланады, адамның иманы күшейеді, намазды сезініп оқитын болады, және де намазды қаза ету барынша азаяды, салауатты көп айтқан адамдарда.